беріп уақытында алған маған ұнамайды мүлдем. И оны мен бір кісіге жеткізе алмай жатқан сияқты негізінде ше. Қайырлы кеш оқырман. Шерхан мен Айгүл бүгін ортада болған еді. Мүлдем кездесу болмай жүр екен. Таныстық Ақботаның сөздерінен кейін дұрыс жүрмей жатқан көрінеді. Бота болса мәз мейрам өзінің жақсы өмірін сүруде. Өлең айтып, би билеп, туған күнге барып, өз өмірін сүріп жүр. Бір видеосында мен қайғырғым келді, бірақ содан кейін мен біреудің жарақаты және өмірдегі ең нашар адам екенімді есіме түсірдім дейді Бота. Шерхан болса Айгүлден қашқақтанып жүр. Соған наразы болған Айгүл бүгін жазба шығарып, видео салды. Мен қатты ашуланып тұрмын. Адамда жауапкершілік деген болу керек қой депті. Және де айтқаны, ең ұнамайтын нәрсе ол менің уақытымның алғаны. Құрдан құр үміт беріп маған ұнамайды мүлдем. Мен осының бәрін бір кісіге жеткізе алмай жатырмын. Мен өзім біреудің уақытын алмаймын, и тура менің де уақытымды алғанын қаламаймын. Қатты жыным шығып отыр дейді Шерханға Айгүл. Мен басқа пландарымды ысырып қойып, күтіп отырасың бір адамды сөйлесіп, вроде бы бәрі нормально. Но бір уақытта вроде бы таппайсың, вроде бы күтесің. Ал Шерхан болса Ботамен қайта қосылғысы келетін секілді. Эфирге әдейі келген бе? Өзі де Ботаның не айтатынын күтіп жүр Шерхан. Ал Айгүлге ішкі сырын бөлісуге әлі дайын емес екен. Шерханға бүгін бір сұрақ қойылды. Сен Ботамен қайта қосылуың мүмкін бе деген. Шерханның жауабы болса осылай болды. Ол өткенді мен ұмыта алмаймын, себебі арамызда бала бар. Ақбота деген атты мен мүлдем ұмытып кете алмаймын, деді. Ал әдеттегідей пікірлерге көшсек, Бота қатын болатын адам емес. Шерханмен үйленбей тұрғанда қыдырып қалған қыз. Қалай жүрем өз еркіммен деп қалған ғой. Шерханның жақсы көргені рас. Ақбота шамалы да болса Шерханды сыйлап, төмен болса қосылып бақытты болып кетер ма деген ой. Оған Ақбота көнсе жақсы болар еді. Шерхан мен Ақбота бір-бірін жақсы көреді, бақытты болсын. Кім шатаспайды, кешірімді болған дұрыс. Балаларыңыз бар, қосылғандарыңыз дұрыс болушы еді. Шерхан, саған Ақбота керек емес, ол сені артқа тартады, жақсы әйел болмайды. Сен халықты тыңдамай үйлендің, ал соңында не болды? Сенің қалың малыңды алып, лақтырып кетті дейді оқырмандар.